Олар жұмыс орындарын ашады, өндірісті іске қосады, халықаралық нарықта таныстырады және сонымен бірге қамқор ана, сүйікті жар болып қала береді. Қазақстанда шағын және орта бизнес компанияларының жартысына жуығын әйелдер басқарады. Каспий KZ оларға өсуге жаңа мүмкіндіктер ашып, өз ісін сеніммен дамытуға көмектеседі. Шабыт сыйлайтын оқиғалар келесі бейнематериалымызда. Әрбір бұйым әйелдердің нәзіктігіне арналған мақтау іспетті, ал нәзіктік ешқашан сәннен шықпайды дейді Мәншүк Кәрім. Ол алғашында әшекей дизайнер ретінде бастаған, ал бүгінде оның киімдері Париждің сән алаңдарын және таяу шығыс нарығын бағындыруда. Бұл әсем дүниелерді 85 шебер жасайды. Олардың басым бөлігі әйелдер. Каспиймен серіктестік брендке жаңа клиенттерге есік ашуға мүмкіндік берді. Әр Каспий жұмада сатылым 3-4 есе өсет. Мәншүк үшін бұл жай ғана цифрлар емес, жаңа мүмкіндіктер. Мұнда цехта жұмыс істейтін балалары бар әйелдер көп, жалғыз басты аналар да бар. Мен оларға әрқашан мүмкіндік беруге тырысам. Әйелдер балалармен бірге келіп, көбірек табыс таба алатын арнайы кабинет ашуды да армандадым. Алғашқы күндері тіпті видеоға түсіріп, қалай өтіп жатқанын көруге келді. Актуал Оптик Каспийдің жаңа сервистерін алғашқылардың бірі болып енгізді. Компания басшысы Анна Яковлева 27 жыл ішінде қарапайым оптика салондарын толыққанды көзге күтім жасау орталықтарына айналдырды. Мұнда тек көзді тексеріп қана қоймай, сонымен бірге есте сақтау қабілетінің нашарлауына әсер ететін алғышарттарды да анықтайды. Анна үшін табысты бизнес ең алдымен адамдар, олардың білім алуына және жаңа технологияларға салынған инвестиция. Бізге Каспиймен жұмыс істеу өте ұнайды. Онлайн коммуникацияда да, онлайн сатылымда да айтарлықтай өсім бар. Әрине, біздің барлық салондарымыз посттерминалдармен және Каспийдің жаңа құрылғыларымен жабдықталған. Біз тығыз серіктестік қарым-қатынаста жұмыс істейміз. Кімде бірінші технологияға қол жеткізсе, сол басымдылыққа ие болады. Бәрі-бір тігін машинасынан және матадан тігілген сөмкеден басталған. Қазір Мадина Камалдинованың табиғи былғарыдан бұйым жасайтын жеке өндірісі бар. Оның топтамаларында минимализм мен жарқын түстер үйлесім тапқан. Әр бұйымдағы сенің бірегейлігің, сенің күшің деген жазу болашақ иесіне күш беретіні сөзсіз. 5 жыл бұрын Қонаев қаласындағы жергілікті бренд жаңа деңгейге көтерілді. Каспиймен серіктестік бүкіл ел аумағынан клиенттер әкелді. Біз Қонаев сияқты облыстық қалада отырып ақ тауарымызды еліміздің батысындағы ең алыс нүктелерге 3-4 күнде жеткізе аламыз. Шағын қалалардағы клиенттер де біздің өнімді оңай ала алады. Бұл мені қатты қуантады. Осындай мүмкіндікті пайдаланып жүргеніме шын мәнінде өте бақыттымын. Ол балалар киімі туралы бәрін білет. Инна Апенко Миморики брендін 17 жыл бұрын құрған және жыл сайын 200 мыңнан астам қазақстандық баланы киіндіреді. Қазір Инна әйелдерге бизнестегі алғашқы қадамдарын жасауға көмектеседі. Оның айтуынша бүгінде даму мүмкіндіктері бұрынғыдан да көп. Каспиймен бірге бренд жаңа бағыттарды ашып жатыр. Каспийге үлкен алғыс айтқым келеді. Олар жергілікті жеткізушілердің дамуына мүдделі. Біз оны көріп бағалаймыз. Қазір біз Каспиймен бірге Каспий сертификаттарын енгізуді сынап жатырмыз. Яғни сертификатты Каспийден сатып алып, кейін оны онлайн немесе офлайн пайдалануға болады. Оның басты артықшылығы Каспийдің үлкен клиенттік базасына қол жеткізу. Инна Апенканың айтуынша бүгінде әйелдер үшін бизнесте мүмкіндіктер кезеңі, қолдау бағдарламалары мен жеңілдік шарттары бар. Жыл сайын Қазақстанда жасалған сегментінде әйелдердің есімдері көбейіп келеді. Олар қауымдастықтарға бірігеді, тәжірибе алмаса трендтерді дәл сезіп, инновацияларды енгізеді. Ал олар үшін Каспий өсуге арналған құрал әрі сенімді серіктес. Ол маңызды процестерді клиент табудан бастап салық төлеуге дейін жеңілдетеді. Ең бастысы ең қымбат ресурс уақытты үнемдейді. Салтанат Шырынхан, КТК, Алматы.